Мамышұлы туралы көп аңыз айтылады. Иә. Сонда енді сіз осымен көп сөйлескен шығарсыз. Көп араластыңыз ғой Бауыржан Мамышұлымен. Араластыңыз ба? Жоқ, араласпадым. Қалайша? Оның себебі бар. Иә. Баукең деген особый ерекше адам. Ол адамға бет қаратпайтын мінезі бар. Қатты сөйлейтін. Өзінің менен ол 10 жас үлкен. Әлгіндей мінезі бар. Оны менен көшеде кездесіп жүреміз ғой. Кездесіп жүргенде әлгі кісіге кездесе қалып, ассаламағалейкум, Бауке десең, орысша здравы желаю. Сен батыр болсаң, мен де батырмын деп бұрылып жүріп кетеді. Болған соң. Енді оны менен алғарай мен араласпай, жақындаспаған себебім, әлгіндей ол кісі сондай бет қаратпайтын қатты адам болады. Оның жасы үлкен. Сөйтеді бір күн оны мен қатты сөзін естеймін. Оған да ренжіп қалуым да мүмкін. Мен де мінез оңып тұрған жоқ. Соның ар жағы не болуы мүмкін? Оның не болуы мүмкін? Соны мен ескерем дағы, ол кісі менен мен жақын жүрген емеспін. Әлгі осында Нұршайықов деген жазушыларың бар. Сол өзінің кітабында әлгі Ақиқат пен аңыз деген кітабында жазыпты. Мен оны менен жақын жүріппін. Ол ауырып бәлінсаға түскенде мен оған көңілін сұрай барамын. Ол жазған ғой, мен шындық емес. Онсын мен бауырын көңілін сұрап енді Баукеңге әсерлеу үшін де жазған деп ойладым мен басында. Асекең көңіл сұрайын деп Совет министрдің бәлінсасына барса, карантин кіргізбейді екен. Кіргізгеннен кейін Қаскен қоршауларын сындырып, лақтырып, ішіне кіріп барып, Баукеңге жолығып, құшақтап, үйге алып кетейін бе, қазір қолтықтап деген сөздерді айтады. Өтірік жазады, өтірік. Өскі өтірік. Қошқарбаев деген ағаң болды, Рейхстагқа ту тіккен. Сонда Қошқарбаев деген ағаң да батыр болатын. Ананың жүрегінің түгі бар батырдағы, Қошқарбаев деген көзсіз батыр болады. Өз жастай барған соғысқа. Сондай ерлік жасаған. Рейхстагқа бірінші ту тіккен сол ғой. Бірақ Рейхстагқа ту тігілді дегендерге герой атағын беріп жатқан. Оған бермеген. Ту тіккені рас. Документалыны хабарлаған сол кезде. Герой атағын бермеген. Әлгі меніменен бұлай өте жақын жүрді. Өзі адамның ішіне кіріп кететін адам болады. Сол Бауыржанмен де жақын жүрді, керемет. Қалайда Бауыржанның тілін тауып, онымен жақын тіпті араласып жүрді. Сонсын бір күні Бауыржанның мен отыр едім кеңсемде. Маған Рахымжан Қошқарбаев звондайды. Ол менен 6 жас кіші. Көңілді жүргенде мені Қасымаға дейді. Көңілсіз жүрген кезде мені мұқатып, кәкетіп, қараю, бәлен, түген деп сөйлейді. Bir gün звондайды. Қасымаға ассаламу алейкум.
Aleykümselam. Көңілдісің ғой, қасымға дегенге қарып, я көңілдің. Ғой, қасымға дегенге қарып, я көңілдің. Немені звондап тұрсың? Дәу шақырып жатыр дейді. Дәу, бауыр. Дәу шақырып жатыр. Шақырса бар. Жоқ екеуміз барайық. Ай, сені шақырды ғой, мені шақырған жоқ қой. Мен мынаны шақырғам, сен неге келдің дейді, әрбіндегесін ол. Ол бетің жүзің демейді ол. Жоқ екеуміз бірге барайық. Жоқ өзің бар. Ағау, мен жалғыз барып, оның қатты сөздер, ауыр сөздерін жалғыз өзім көтере алмайды қалуым мүмкін ғой, екеуміз бірге бөлісіп тыңдайық та. Жарайды дедім. Екеуміз бардық. Барсақ, әлгі байғұстың есігі ашық тұр. Ақырын бейт тарсақ. Онысын айтам, кір дейім. Ұйбаяу сіз кіріңіз. Енді сен шақырды ғой. Мені шақырған менен, мен сіздің алдыңыздан кіріп барсам, ол тура айтады. Ананың жасы үлкен, сен неге бұрын деп боқтайды. Артық боқтық естейміз ғой. Сіз кісі. Ақырын мен кірдім. Ассаламу алейкум баука дедім мен ең алдымынан. Қайда жүрсіңдер деді. Анау тез сөйлейтін адам еді. Рақымжан. Жұмыста. Какой шарт жұмыс деді. Не видишь деді. Стөлдің үстін көрсін. Стөлдің үстінде ауырып, врачтар келіп, әліне жазған ғой, лекарство. Мынандай лекарство. Соны әкеп беретін адам болмай қалыпты. Әйелі ауырған бір жерде болған ба. Ол кезде ол ағамыз да жеңгелер де көп болған. Оның қалай болғанын да біз білмейміз. Қазір барып алып кетеміз деді. Осы де тамақ та жоқ деді. Ет те жоқ деді. Әкелеміз қазір. Әлгінің несін алып, шүгірбанда жүндап, оны алып, ет алып, үйіне әкеп тастып. Енді біреулер келіп пісіріп береді ғой. Арақ ішесіңдер ме деді, ішпейміз деді. Тогда шага марш деді. Кетті келсіз. Ал енді Бауыржан көзінің тірі кезінде батырлығында алған жоқ. Дивизияны командовать еткен адам. Анау Жуковтердің өзі, Рокоссовскийлердің өздері білетін адам. Батыр атағында алған жоқ. Дивизияны командовать еткен командир дивизия деген генерал болу керек. Генералдығында алған жоқ. Осы мінезі, тік мінезі. Аны орыс командирлеріне де ұнамаған ғой. Орыс деген мен көкірек қалып қой. Олар ондайды көтермейді. Оның басты себебі осы. Сонан кейін елімізден де онша о кездегі басшылардан бұлай поддержка болмаған болу керек деп өзім ойлаймын. Солай ол өлгенше мен геройлығымды алмадым. Не генералдығымды алмадым деп талай рет бұлай сөзді жақындап жүріп сөйлесіп естіген емеспіз. Ол не болса да ішінде кетті. Ішінде кетті. Әрине ол да сүйек еттен жаралған адам ғой. Ол енді оның бәрі ішінде ғой. Bir jағы soğan ermiş ketті, бұзылған шығар ол. Сол күнше ол дүниеден кетті. Ал мұна бауыр не Рақымжан ағаң болса, ол ондай емес болатын, ашық айтатын ішіндегілерін.
Ол кейбір қатты ішіп алған кезде осының салдарынан. Сонан кейін бір күні әлгі сөйтіп айта бергеннен кейін 2-3 рет айтты маған. Жұртқа да айтуым мүмкін оның. Осы мен айттым, Рақымжан, сен тыңда, мен отыр. Сенің мынауың ұят. Немене? Геройлығыңды бермейсің. Айғайлайсың. Халықтан ұят қой мынау. Елімізге жау шапты. Біз аттандық. Біреу аз істеді, қолынан аз келді, біреуінің көп келді. Сонда біз жұрттан көбірек істедік деп, сол көбірек істеген еңбегімізді отанға сатамыз ба? Біз орден үшін істедік ба? Алтын жұлдыз үшін соғыстық па? Ұят қой мынауың айналайын. Мен мысалы айтайық, 4 жыл жау тылында болдым. 4 жыл жау тылында болғанда, ол жау тылы ғой. Фашистік армияның тылы. Үй жоқ, күй жоқ, тұрақ жоқ, орман, қысы жазы. 2-3 күнде соғыс. Мен сондағы істеген ерліктерімді бұлай санап, қазіргі Герой атағын алғандардың ерлігіменен өлшейтін болсам, мен алтын жұлдызды міне жерден, міне тіземе дейін тағар едім. Соның біреу жоқ қой менде. Мен өлгем жоқ, өткем жоқ. Жүрмін ғой. Демені біз соны бірдеп бітіп еңбегіміз сондай бір артық соғыстық, артық бәлен істедік деп, осыны айтқанымыздың өзі ұят қой. Бізге жай келсе рахмет айтпау керек. Біздің міндетіміз, ол біздің қасиетті борышымыз болады. Мұныңды сен енді біреуге айтсаң, онда ұятқа қаласың. Осы есіңде болсын деп жіберген. Бір уақытта отырып түшіп алған ғой. Кабинетінде отыр менің. Менің кабинетімде ылғи сейп болады. Сейптің ішінде арағым да, бәрі де сейптің ішінде болады кабинетте. Менің де. Оның да сондай. Соның кейін мен айттым, деп едім қасымаға, оның рас екен, оның дұрыс екен. Мен енді бұдан былай ондайды айтпайын, деді. Деден деше мен кетем, маған бір бақал коньяк бер деді. Бір бақал коньяк бердім. Сен де ішуің керек дейді, ол зорлайды мені. Ай, мен кабинет жұмыс істеп отырмын ғой. Немені саған? Сенде қандай жұмыс болды? Сонын кетті. Сол онша көп кешікпей қайтыс болды. Сол көп кешікпей қайтыс болғанның бір ауызым бар. Енді ол екеуі кетті ғой. Дұрық ойламаған жерде жеңістің 50 жылдығында маған мұна халық қаһарманы деген атақ берді. Бұл халық қаһарманының берген атағы енді атақ қой. Бірақ осы маған қатты батты. Мен мұны екеуі қайтыс болып, әте екеуін тілеп жүргендей, ол дүниеге аттандырып, тірі жүріп алғандай болдым. Тірі жүргендіктен. Әйтпесе оларды алатын жөні бар еді ғой. Сөйтіп мен қатты қайғырып сөйтіп жүрдім. Тапта жұрттың бетіне қараудың өзі де қиын болып сөйтіп жүрді. Сөйтіп жүргенде мына елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев ең алдымен Россия үкіметімен соғысып жүріп, айқасып жүріп, Бауыржан ағасына Советтер одағын батыр атағын алып берді. Онда да жеңіліп қалдым былай. Артынан барды мына ағасына мына халық қаһарманы атағын берді. Мына Рақымжанға халық қаһарманы атағын беріп, екеуін әлгінде істегеннен кейін көңілім жай тауып, мен
осындай қиыншылық, қиын жағдайдан құтқарғаны үшін